Ассалаумағалейкум, армағайын, алларыңызда марғұлан нұрдан қазылдарыңыз. Естеріңізде болса, алдыңғы видеода Қытайлар бізге келіп тек дәнді дақылдардың ұрығын шашып кетіп жатқан жоқ, сонымен қатар өздерінің адами ұрықтарын да шашып кетіп жатыр деп дабыл қаққан едім. Енді бүгін айтатын тақырып соған байланысты. Сұмдық. Бұл ұлтқа төнген алапат қауіп. Қытайлық суррогат агенттігі мен менің бір бауырым арасында нақты хат жазысу болды. Соны маған скрин жасап жіберіп берді. Бәрі дәлелмен сіздерге көрсетіп, аударып айтып беремін. Көріңіздер. Қытай азаматтары қазір Қырғызстан мен Қазақстанға келіп, жас қыздардан бала тудыртып жатыр. Ал сол туған балалар қайда кетіп жатыр? Қандай мақсатта? Білмейміз. Күдік көп. Мынау қытайлық делдалмен болған хат. Бірінші бөлігі. Қараңыздар. Оқып берейін. дейді. Бұны аударсақ, қырғыз қызын суррогат ана етіп табуға бола ма? Жас болсын деп әдейілеп айтып отыр да. Менің жаңағы Қытай болып делдалмен сөйлесіп отқан бауырым. Оған мынандай жауап келіп отыр. 对的，我们代码的话是有中亚5国的，那大部分的话是几国本地人 дейді. Бұл, бізде Орталық Азияның 5 елінен суррогат ана бар. Бірақ көпшілігі Қырғызстанның жергілікті тұрғындары деген жауап. Тағы бір сөйлемінде былай дейді. 但是我们所有的医疗行为只能在几国这边医院里面来进行，所以像您诞生的情况只能在吉尔吉斯斯坦бишкек дейді. Яғни бұл жерде медициналық әрекет Қырғызстан ауруханасында жасалады. Сіз сияқты бойдақтарға тек Бішкекте жасауға болады деп сындырып отыр да. Келіңіз деп жасап береміз, әңгіме жоқ. Бұлар орнығып әбден. Біреуінен жұмыртқа, біреуінен жатыр алып жатыр. Олар ашық айтып жатыр. Бір жас қыздан аналық жасуша аламыз. Оны Қытай азаматының ұрығымен ұрықтандырамыз. Эмбрионды басқа елге салып 9 ай көтертеміз. Бала туған соң бітті, ақшасын береміз дейді. Осы жайлы бұлардың TikTok арнасын тауып алдым. Экранға шығарып көрсетейін, сіздерге көріп отырыңыздар. Бұл адам өндіру фабрикасы. Адамды бір баланың өндірісіне пайдалану. Бұл биологиялық цех. Бірақ біз неге үндемей отырмыз? Бұл заңды деп өздерін ақтап отыр әуелі. Қырғыз заңының қытайшалап дәлел ретінде ұсынып отыр. Ол заңды да мінеки экранға шығардым, көріңіздер. Біз Қырғызстанның заңына сүйенеміз дейді. Сол заңды былай деп жазылыпты. 20-35 жас аралығында кемінде бір баласы бар дені сау әйел суррогат ана бола алады. Донор болу үшін келісімшарт керек. Көтерген әйел баладан бас тартуға міндетті. Ал қараңыздар. Ал бізде бұл қалай орындалып жатыр? Қыздар қайдан табылып жатыр? Қандай келісім жасалынып жатыр? Балалар қайда кетіп жатыр? Мүмкін ағза саудасының тауары шығар. Ешкім білмейді. Жарайды, бала туды делік. Сол бала Қытайға қайтып кетеді ме? Жергілікті азамат етіп тіркеліп қала ма? Қайда өсіп жатыр? Органға жарамды биоматериал ретінде пайдаланып жатқан жоқ па? Бір сәт ойлап көрдіңіздер ме? Қытайда орган трансплантациясы миллиардтық бизнес. Олар өз азаматтарының органдарынан оған қарағанда біз сияқты шеттегі қаны таза ұлттардан алғанды жөн көреді. Сондықтан сыртқа шығады. Сонда біздің ел орган базасы болғаны ма? Ағайын, бұл деген ашық биологиялық отарлау. Қытай бізге келіп мұнайымызды алды, алтынымызды алды, жерді жалға алды, енді жатырды жалға алып жатыр. Қазақ қызы енді тек бала көтеретін құралға айналып отыр. Бала туған соң кете бер, ақшаңды ал, болды деген шартқа қол қойғызып отыр. Бұл біздің халқымыздың, ұлтымыздың генетикалық қорының ұрлануы. Біз не істеуіміз керек енді? Біріншіден, үндемеуді тоқтату керек. Үндеріңіз шығарыңыздар. Мынандай нақты дәлелдер шыққан кезде билік үнсіз отырса, бұл қылмыстың серіктесі деген сөз. Екіншіден, қыздарымызға, аналарымызға түсіндіру керек. Жеңіл ақша деген нәрсе бүкіл өмірлік трагедияға айналуы мүмкін. Қытайдың бұл өндірісі ертең біздің ұрпағымызға қарсы қару болып келетінін ұмытпаңыздар. Соны ойлап көрдіңіздер ме әуелі? Ұмытпақ түгіл. Ұлтты қорғау тек соғыста емес, осындай сәтте басталады. Қазір бізге танкпен, болмаса мылтықпен, болмаса дронмен шабуыл жасап жатқан жоқ ешкім. Бірақ жұмсақ күшпен, ақшамен, заңды келісіммен, жеріңді былай қойып, бүкіл бір ұлттың генін сатып алып жатыр. Әлгі ұлтым, жерім дейтіндер қайда? Осындайда үндемей, үндері шықпай қалады. Бір қыздан жұмыртқа, бір әйелден жатыр, ал туған баладан ағза. Осының бәрі ақша үшін жасап жатыр Қытайлар келіп. Бір жақ ұлтыңды түбімен, түп тамырымен жою үшін. Ұлттың, болашақтың, ұрпақтың келешегін саудаға салдық бағайын. Айтсаң құлаққа түрпі дейтеді, не десем болады? Қытайға қыздарыңызды бермеңіздер. Қыздарымыз тауар емес. Миларына құйыңыздар. Ақшадан тарықтырмаңыздар. Қайдан алсаңыздар да. Қазақтың ұрпағы ұлттың аманаты. Дәл осы сәтте үндемей қалу үлкен қылмыс. Шерулетіңіздер. Бейбіт шеруге шығыңыздар. Билікке ашық айтып, осын тоқтатудың амалын жасаңыздар. Қытай жиендер қаптаса, ертең Қазақстан емес, Қытайстан болып бірақ шығамыз. Саудаңды былай қойып, саясат, сайлау, билік бәрін араласады. Мына еліміз жойып тынады бұлар соңында.
ана Секеңнің айтып жүрген Сингапур синдромы және Қытай қаупі. Соны көріңіздер. Тура солардың кебін кешеміз біз. Ойланыңыздар ағайын. Сау саламатта болыңыздар. Видеоны таратыңыздар. Лайк басыңыздар. Ұмытып кеттім. Саусақтарыңыз 10 тонна болса да ерінбей жалықпай лайк басыңыздар. Парақшама жазылыңыздар. Ассаламағалейкум. Таратыңыздар.